Бүгін базалық лекала сызамыз. Базалық лекаланы қалай сызу керек? Міне осылай төртбұрышты қалай сызу керек? Бұл базалық лекала деп аталады. Алдыңғы өлшемдер қажет бізге бұл базалық лекаланы сызу үшін. Ең бірінші мына нүктеден былай қарай сызықты тауып алу үшін бізге охват грудиді екіге бөлеміз. Охват груди бізде 88, яғни 44 размер. Екіге бөлген кезде 44 болады. Енді бұған бірден 44 сызып алмай тұрып, кеңдікке қосамыз, яғни көйлегіміздің киіміміздің кеңдігіне 0,3-6 сантиметрге қосуға болады. Орташа 3 сантиметр, ал егер кеңдеу болсын десеңіздер 6 сантиметр қосамыз. Егер жабысып тұратын көйлек керек болса, онда 0 береміз. Мен 3 сантиметр, орташа есеппен 3 сантиметр есептеп 47 болды менде. 47 сызып алдым. Енді мына сызықты табу үшін бізге длина плеча до талии керек, яғни бізге белдің ұзындығы алдынан менде 43 сантиметр шықты. Белге дейін 43 сантиметр өлшеп нүктесін қойып алдым. Енді мына жағына да 43, былай 47 сантиметр сызып, төртбұрыш квадрат сызып алдым. Енді мына сызықты табу үшін бізге бұл жерде қолтықтың ойысы орналасады. Бұны табу үшін бізге охват грудиді 4-ке бөлеміз. Көкіректің айналасын 4-ке бөлеміз. Менде 22 шықты. 88-89 размер. Менкі айналасы солай шықты. Мен бөлгенде 22 шығатын. 22 өлшеп, екі жағына сызып алдым. Бұл методикада алдыңғы бойы сол жағында, артқы бойы оң жағында орналасады. Ең бірінші біз артқы бойын тауып алу керекпіз. Ол үшін бізге ширина спине, арқаның кеңдігі керек бізге. Ширина спине менде 34 болып тұр. 34-те 2-ке бөлгенде 17 сантиметр болады. Мен мына жерден 17 сантиметр өлшеп алып, нүктесін қоямын. Енді осы ширина спинеде 2-ке бөліп 17 сантиметр шықты ғой. Енді соған 3 сантиметр қосқанда 20 болады. Яғни жоғарыға қарай мен 20 сантиметр өлшеп аламын. Бұл да формула, мына жердегі формулаға 3 сантиметр қосып, мына жерге нүктесін қоямын, яғни 20 шықты менде. 20. Енді осы нүктелерді біріктіреміз, яғни төртбұрыш сызып аламыз. Біріктіріп, төртбұрыш сызып аламыз. Төртбұрыш сызып аламыз. Бұл артқы бойы біздің сызып жатқанымыз. Енді қолтықтың ойысын табу керекпіз бізге. Ол үшін бізге формула қажет, яғни размерді 10-ға бөлеміз, 0,5 сантиметр қосамыз. Менде сол кезде 4-те 9 шықты. 4-9 аржағы 1 миллиметр, яғни 5 болады. Мен 5 сантиметрді мына жақтан былай қарай өлшеп, солға қарай өлшеп, нүктесін қоямын. Жоғарыға қарай да сол 5 сантиметр өлшеп, нүкте қоямын. Енді мына бұрыштан жоғарыға қарай қиғаш сызық сызамын, яғни 2 сантиметр беремін. 2 сантиметр өлшеп, қиғаш сызық сызып аламын. Осылай болды. Енді осы нүктелерді бір-бірімен біріктіремін. Менде доға сызатын сызық жоқ, сол үшін осындай қолмен сызып ала беремін. Осылай сызып алдық. Енді мойын ойынысын табу үшін бізге тағы формула қажет. Ол үшін размерді 8-ге бөліп 1 сантиметр қосамыз. Сол кезде менде 6-да 5 шықты. 6-да 5-ті мына жерден өлшеп, нүктесін қоямын. Стандарт жоғарыға қарай, төмен қарай 2 сантиметр өлшеп аламын. Енді осы екі нүктеге аралығын доға сызықпенен сызып шығамын. Бұл біздің артқы бойымыздың мойын ойынысы. Енді иықты табу үшін ширина плеча. Менде ширина плеча 11 сантиметр шықты. Иығымыз төменге қарап тік болмағандықтан барлық адамның иығы кішкене 1-2 сантиметр түсіп тұрады. Сондықтан 2 сантиметр өлшеймін төменге қарай. 11 сантиметрді осы нүктеден мына нүктеге дейін ұштастырамын. Мына сызықтан 1-2 миллиметр шығып тұру әркімде әртүрлі болады. Егер иығы кішкентай болса, одан шықпауы мүмкін. Егер ұзын болса, шығуы мүмкін. Енді осы нүктені мына нүктеменен біріктіреміз.
біздің қолтық ойынымыз дайын болып қиған кезде де осы сызықпен қиып аламыз. И мына нүктені төменге қарай сызып жібереміз. Біздің артқы лекалымыз дайын болды. Енді алдыңғы бойды табу үшін маған бізге центр груди керек. Центр груди көкіректің, екі көкіректің кеуденің ортасы. Менде 19 шықты, оны 2-ке бөлеміз. 2-ке бөлгенде 8-де 5 шықты. 8-де 5-ті өлшеп, 8-де 5 өлшеп сызық тартамыз. Енді осы сызықтың бойы мен висота груди, яғни кеуденің ұзындығы. Менде кеуденің ұзындығы 27 см шықты. 27 см-ді өлшеп, және ортасын табамыз. Ортасы менде 27-нің ортасы 13,5 болды. 13,5 ортасын, 13-те 5-нің ортасын өлшеп, нүкте қоямыз. Сол 13,5-нан былай қарай біз витышкамызды табу керекпіз. Ол үшін бізде формула бар. 42-ші размерге 3 см, 44-ге 3,5, 46-ға 4 см, 48-ге 4,5, 50-52-ге 5 см, 54-56-ға 6 см береміз. Яғни менде 44-ші размерге 3,5 см беремін. Мына жерге 3,5 см өлшеп нүкте қойып, енді мына жерде бізге центр груди 27 болғандықтан жоғарыға қарай мына нүктеден, мына нүктенің бойы менен 27 см өлшеп аламын. Өлшеп аламын. Өлшеп алдым. Енді мана мойын ойындысын табу үшін мына жерде қанша шықты, соны дәл сол жерде мына жерге қондырамыз. 6 шықты, 6, 7 шықты, 7. Менде 6-та 5 шықты, 6-та 5-ті осы жерде өлшеп нүкте қоямын. Енді төменге қарай алдыңғы бойым ойынқы болып келеді. Әркімнің қалауы бойынша мен 6-ға 5-ке 1 см қосып, мына жерде 6-та 5 шықты, соған 7-те 5 см өлшеп, енді сол екі нүктені осылай доға сызықпен сызып шығамын. Алдыңғы ойымыз дайын болды. Енді бізге иықтың ширинасы бене керек. Ол үшін бізге 11 шықты. Мына жерге де сол 11-ді қоямыз. Ол үшін 9-да 5 шығады. 2 шықты мына жерде, 2 қалғаны мына жерде сызамыз былай. Мына сызықтың бойы менен түзеу қоямыз. Сызғышты сызықтың бойымен қойып, қалған 11-ді сызып аламыз осы жерде. Енді осы сызықты өлшеміз. Менде 9 шықты. 9-ды да осы жерден өлшеп аламыз. Енді осы екі сызықты бір-біріне біріктіреміз. Біріктірдік. 2 см иықтың иығымыз кішкене түсін болып тұрғандықтан 2 см түсіп жоғарға қарай сызып аламыз. Енді осы жердің ортасын табамыз. Менде 18 болып тұр. 18-ді 2-ке бөлгенде 9 болады. 9-дан осы нүктеде ішке қарай 1 см кіреміз. 1 см сызып аламыз. Енді мына жердегі нүктені сол сызықпенен біріктіреміз. Енді мына жерін былай доға сызып аламыз. Қолтық ойындымыз дайын болды. Енді мына жерде витышкаларын қойып шығамыз. Мына жерде мен 1,5 беремін. Мына жағына 1,5, екінші жағына 1,5. Ал жанындағы сызығына 2 см-ден берсеңіз де болады, 1,5 см-ден берсеңіз де 1 жағына 1,5, екінші жағына 1,5. Мені мына жерді өлшейміз, 20 шықтыр. Ортасын табамыз, 10, жақтан да 10-ды өлшеп, төменге қарай 2 см түсеміз. Содан мына сызыққа қарай тартып сызып аламыз.
Şimdi arka boyuna 1 santimetreden bersek болады. O стандарт өлчем. Осылай. Енді осы нүктелерді біріктіріп сызып шығамыз. Осымен біздің екі алаңымыз дайын болды.